Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай шашыраңқы болып, бір-біріне жабыспай пісетін, өте дәмді болып шығатын күріштің қалай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Негізі күріш пісірудің бірнеше жолдары бар. Соның ішінде осы жолмен пісіретін болсаңыздар, міндетті түрде нәтижесі сіздерді қуантатын болады. Күрішімізді өзіңізге қажетті мөлшерде алып, осындай суымызбен, міндетті түрде салқын сумен алғашында жуып шығамыз. Басында осылай аппақ болады, суы крахмалы шығады. Сол себептен суымыз ағарғанға дейін 3-4 рет жуып аламыз. Осылай суы тазарғаннан кейін суын төгіп, күрішімізді құрғатып аламыз. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, күрішімізді саламыз. Күрішті салғаннан кейін міндетті түрде тоқтаусыз араластырып тұруымыз қажет, себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Және күрішіміз осы манағы құйған сұйық майымызды өзіне сіңіріп алғанға дейін араластырып тұрамыз. Және дәміне қарай тұз қоссаңыздар болады. Мен бұнда 1 шай қасық тұз қостым. Осылайша қазанымыз құрғап, сұйық майды күріш өзіне толықтай сіңіріп алғанға дейін осылай пісіріп аламыз. Мен 5 минуттай пісірдім. Кейін осылай қайнап тұрған суымызды күріштің үстіне құямыз. Міндетті түрде қайнаған су болу қажет. Суды көп мөлшерде құймаймыз, себебі көп мөлшерде құйсаңыздар каша сияқты бір-біріне жабысатын күріш пайда болады. Сол себептен күріштің бетінен сәл асырып қана су құямыз да, бетін жауып 15 минут көлемінде жай отта пісіріп аламыз. Қазанның бетін күріштің пісу барысында ашпаңыздар, 15 минуттан кейін, дайын болғаннан кейін ғана ашатын боламыз. Осымен біздің бір-біріне жабыспайтын, шашыраңқы болып пісетін күрішіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар.